Hello everyone, my name is Sultan and we are proceeding with our learning course English from Zero. And today's topic is going to be about subjective pronouns. So let's get started. Сонымен бүгінгі сабағымыз 6-шы сабақ ағылшын тілі нөлден бастап жіктеу есімдіктері жайлы болады. Менің атым Сұлтан. Жіктеу есімдіктері. Жіктеу есімдіктеріне мен, сен, сіз, ол, біз, біздер, сендер, сіздер, олар деген сөздер жатады. Ағылшын тілінде subjective pronouns деп жіктеу есімдіктерін атайды. Енді біз қарастырайық. Жіктеу есімдіктері қазақ тілінде мен дегеніміз ағылшын тіліне I деп аударылады. Келесі сен немесе сіз you. Келесі ол. Қазақ тілінде ол деген бірақ жіктеу есімдігі. Мысалы біз ол деп ер адамдарға айта аламыз, қыз балаларға айта аламыз, бір жансыз заттарға айта аламыз. Ағылшын тілінде олар үш түрлі. Орыс тіліндегі секілді. Он, ана, ано. Сонымен ол ер адамдарға he. Ол қыз балаларға she. Ол бір орын, бір жерге байланысты, мысалы мектеп, жануарға байланысты, мысалы мысық, ит, жансыз заттарға байланысты, мысалы үстел. It. Бұл жіктеу есімдігін біз мысалы ит, қазақ тіліндегі ит сөзімен жаттап алсақ болады. Келесі біз, біздер, we. Бірнеше адам болып айтқанда біз деп we. Сендер немесе сіздер you. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай you жіктеу есімдігі төрт түрлі мағынаны беріп тұр. Сен, сіз, сендер, сіздер. Соңғы олар. Олар бірнеше адамға байланысты айтылуы мүмкін. Және бірнеше заттарға байланысты айтылуы мүмкін. Жер орындарға, мектептер, иттер, мысықтар, жануарлар, үстелдер, бірнеше адамдарға байланысты айтқанда. Сонымен they. Енді мысалдарға көшейік. Сонымен мысалы for example. Беркут sings. Sing дегеніміз өлең айту, ән айту деген мағынаны білдіреді. Сонымен Беркут sings, Беркут өлең айтады, ән айтады. Яғни ол ер адам болғандықтан біз he жіктеу есімдігімен алмастырып he sings. Келесі Айша sings. Айша ән айтады. Айша қыз әйел адам болғандықтан біз she sings. Беркут and Айша sing. Яғни олар бірігіп өлең айтады. Сондықтан they sing. Келесі the cat runs. Яғни мысық жүгіреді. Біз екі адам біліп тұр қандай мысық екенін. Алдыңғы өткен сабақтарда еске түсірсеңіздер, the деген артиклді білесіздер қандай артикль екенін. Яғни біз көріп тұрған мысық жүгіреді. Біз білетін мысық жүгіреді. It runs. Яғни ол жануар болғандықтан біз it дегенді қойдық. Run деген жүгіру. The dog and cat run. Dog дегеніміз it, cat деген мысық, run дегеніміз жүгіру. Ит пен мысық жүгіреді. Біз білетін ит пен мысық жүгіреді. They run. Яғни олар. Мен алдын айтып кеткендей, жануарларға қатысты болса да, олар болады бірнеше жануар. Tom runs. Том дегеніміз ағылшындарда негізі ит, мысық асырайтын болса үйлерінде, және олардың аттары болады. Олар өздерінің жанұясының, отбасының бір
мүшесі ретінде қарастырады. Сондықтан олар he runs деп, өйткені Том ер мысық болғандықтан he runs деп айтады. Келесі мысал, my students study. Менің студенттерім, my дегеніміз менің, students деген студенттер немесе оқушылар, study дегеніміз сабақ оқу деген мағынаны білдіреді. Яғни олар оқиды. Менің студенттерім, яғни олар бірнеше адам болғандықтан they study. Арман is a student. Арман ол студент. Ол ер адам болғандықтан he is a student. Pizza is delicious. Pizza дегеніміз pizza. Delicious дегеніміз өте дәмді деген мағынаны білдіреді. Яғни ол зат болғандықтан, тағам болғандықтан it is delicious. Келесі мысал, Almaty is a beautiful city. Алматы өте көрікті қала, өте керемет, әдемі қала. Алматы дегеніміз бір жер атауы болғандықтан, біз оны it Жіктеу есімдігімен алмастырып, it is a beautiful city деп жаза аламыз. Келесі, Арман and I are students. Арман және мен студентпіз. Яғни біз болғандықтан we are students. Сонымен, құрметті көрермендер, достар, видеоны көргендеріңізге көп рахмет. Біздің каналда күннен күнге адамдар саны көбейіп келеді. Өте қуаныштымын. Менімен бірге болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Goodbye.